Ассалаумағалейкумдер, қазақ елі. Бізде осындай проблема болып жатыр не. Қазір мына заводды мен құйып бастап жатырмын. Почти шекараға келіп қалдым не. Енді мен мәселе былай болып тұр, мына үйден мен не бойынша 2 метр былай алдым да, сөйтіп үйді бастаған болатынмын. Қазір енді өлшеп қарасам, мына үйдің территориясымен арғы өздерінің қазығынан былай алып қараған кезде мына қазыққа тура кетіп тұр да. Мына қазықпен туырлап есептейтін болсам, менің шекарам ана бір жерде шамамен. Үй ровно болып тұр. Ешқандай мына жағында расстояние жоқ. Бірақ енді мына көршім айтады, енді сіздің өзіңіздің планыңыз бойынша 1 метр, жарты метрдің ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан бұрынғы өзіңіздің ойыңыз бойынша осы жерден шекараны бөле беріңіз дейді. Ол жағынан енді молодец, ризамын көршіме. Бірақ дегенмен енді көршім болашақта үйін сатып кетуі мүмкін, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Жаңа көрші қалай болады? Ол бұз деп жатса ертең заборды. В общем, сондай проблема болып тұр ғой бізде. Мына жағынан алып қараған кезде, ана көршінің территориясынан мына жерге дейін қазір есептедім мен, қазыққа дейін. Келіп тұр да. Қазық осы жерге дейін тура келеді. Мен если мына жағынан есептейтін болсам, қазығым мына жерге дейін келіп тұр міне. Шамамен арада 1,80 метр, 2 метрдің шама разница болып тұр. Ортада қуыс болып тұр. Зазор. Сол ойлап тұрмын, мына жағынан границаны қақ ортадан бөліп, мына жағынан 1 метр беріп, ар жағынан 1 метр шығап, солай заборлай салсам дұрыс болатын шығар деп. Қалай ойлайсыздар ағайын? Ертең проблема болып кетіп жүрмей ма? Мнениелеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер ағайын, ойларыңызды.